Бір күні түс көрдім. Түсімде жолдасымның әжесі, үлкен енем, түсіме алдыма көк түсті сабындар берді. Мен иіскеп көріп иісі ұнамай сабындарды алмадым. Маған ұнамай тұрғанын сезді ме, тығып қойған жеріме әйтеуір бір жерден розовый сабынды ұстатты. Мен иіскедім. Иісі күшті розаның иісі шығып тұрды. Сол иіс ұнап, мен қуанып алдым. Ұйқымнан тұрған соң қызды болам екенмін деп жорыдым. Содан өз енеме келіп, осы әулеттің қорымы қайда? Мен барғым келеді, дұға бағыштайын деп едім, дедім. Бірақ түсімді айтпадым. Күндердің күні ішім шықты. УЗИде бала теріс жатып, жынысы 5 айына дейін белгісіз болды. Бір күні енем маған ішің үлкен, сенікі ер бала сияқты. Түс көрдім. Ұл бала деп жорыдым, деді. Түсімде енемнің енесі кіріп, розовый сабын беріп еді. Қай енемдікі дұрыс екені өзіме қызық болып, түсімде енем айттым. Қауымға да сол үшін барғанымды айттым. Енем ойланып отырып қалды. Содан 42 апта 3 күн дегенде, желтоқсан айының 23-і сағат 16:16-да босандым. Қыз бала. Содан балаға ат қою басталды. Әркім әртүрлі есімдер ұсынды. Ата-анасы ретінде өзіміз қызымызға Сұлуай деген есімді қаладық. Алайда енем келіспеді. Енем келіп, Аян берген бала. Басқа келіндермен бұндай жағдай болмады. Сондықтан баланың есімі Аяна деп. Енем айтқанын адам қостап, Аяна деген есім берілді. Мағынасы Аян беріп келген бала дегенді білдіреді. Ғұмыр жасың ұзақ болсын, үлкен әжеңнің таңдаулы болған шөбересісің. Нұр бол, жан-жағыңа сәулеңді шашып отам. Алла бағыңды ашсын, бір жасың құтты болсын.